Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз мынандай әдемі узорды үйренеміз. Мына оң беті, мына теріс беті. Көрдіңіздер ғой, әдемі. Ал бастайық. Бұны шеткері қоямыз да. Енді 11 көзден бастаймыз. Бисмилля. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Біреуін суырып алып, теріс жағына көшеміз. Бірінші жіпті іліп аламыз әрқашанда. Енді 4 оң тоқимыз. 2, 3, 4, 1 теріс. Сосын 4 оң. Соңғысын оң қылып тоқып жібереміз. Оң бетіне көшеміз. Бір жіпті іліп аламыз. 4 көзді теріс қылып тоқимыз. 2, 3, 4. Енді осы жерде ортасында оң тұр ғой. Енді осы бір көзден 3 шығаруымыз керек. 3 көз шығаруымыз керек. Енді біз мынау ортасынан емес. Біз мына 2 көздің ортасынан мына жіпті бүйтіп тартып алып, мына жіпті іліп алып, мынаның ортасынан кіргізіп, өстіп жіпті бүйтіп іліп аламыз. Сонда біреуден 3 шығардық. Көрдіңіздер ғой, қалған 4 жіпті теріс қылып тоқып жібереміз. Соңғысын оң қылып тоқып жібереміз. Теріс жағына келдік. Теріс жағында оңды оң, терісті теріс қылып тоқимыз. 3, 4. Жаңағы мына ортасындағы жағы біреуден 3 көз шығарғанымыз. Бұларды біз теріс қылып тоқимыз. 4 оң. 10 бетіне келдік. Енді бұл жерде біз 3 теріс тоқимыз. 2, 3. Енді мынаны көрдіңіздер ғой, мынау көз мына жаққа қарап тұр. Мынау сол жаққа қарай қарату үшін, былай қарай өзімізге қарағанда сол жаққа қарату үшін, мынаны іліп аламыз, мынаны мына жаққа қаратамыз. Мынаны қайтадан өзіне іліп жіберіп, осы екеуін қосып жібереміз, қысқартып жібереміз. Ортасы оң, мына 2 шеткі 2 көзді қысқартып жібереміз. Сосын 3 теріс. Теріс жағына келдік. Теріс жағында оңды оң, терісті теріс қылып тоқимыз. Енді бірінші жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3. Мынау 3 терістің ең соңғы, мынаны бірінші оңды, бұны да теріс қылып тоқып жібереміз. 4 теріс болды, Енді ортасындағы оңды, бұдан жаңағыдай біреуден 3 шығарамыз. Білтекешті мынаның ортасына жіберіп, мына жіпті іліп алып, мына жақтан тағы да іліп алып, білтекешті мынаның ортасына, көздің ортасына жіберіп, мына жіпті тағы да іліп аламыз. Көрдіңіздер ғой, сонда біреуден 3 шығады. Соңғысын теріс, қалғанын теріс қылып тоқып жібереміз. Сонда 4 теріс, 4 теріс, ортасы оң болады. Теріс жағына көшеміз.
теріс жағында әдеттегідей оңды оң, терісті теріс қылып тоқып жібереміз. Енді оң жағына келдік. Бірінші жіптеліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, үш теріс. Енді жаңағыдай мына жіпті мына бетіне қаратып, мынаны тағы қайтадан іліп енді қысқартамыз екі жіпті. Ортасы оң, мына екі шеткі екеуін қысқартып жібереміз. Үш теріс болады. Теріс жағында оңды оң, терісті теріс қылып тоқимыз. Міне көрдіңіздер ғой, узор шықты. Әдемі болып. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, өстіп екі қатарын өзгертіп отырып, осындай узор шығаруға болады. Әдемі. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Түсінбесеңіздер, видеоны қайтадан басынан бастап көрсеңіздер де болады. Тоқтатып қойып, өте оңай. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау, сәлематта болыңыздар. Подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жақсы, келесі кездескенше.